Сәлем баршаңызға. Ақшаңды қоқысқа лақтырма. Пластик бөтелке жай қоқыс емес, сұрыптасаң қайта өңделетін шикізат, ал кей жағдайда оны ақшаға да өткізуге болады. Бүгін мен осы пластик бөтелкелерді қоқысқа тастамай, ақшаға айналдыруды көрсетемін. Мына бір кадрлардан көшедегі, үйдегі, қоқыс жәшігіндегі пластик бөтелкелер туралы фотоларды көрсеңіздер болады. Біз күнделікті сусын ішеміз. Бөтелкесі босаған соң не істейміз? Көпшілігіміз қоқысқа лақтырамыз. Бірақ біз үшін қоқыс болған пластик басқа біреу үшін шикізат. Оны жинайтын, сұрыптайтын, қайта өңдеуге өткізетін адамдар мен кәсіпкерлер бар. Сонда заңды сұрақ туындайды. Неге біз ақшасы бар затты тегін қоқысқа тастаймыз? Біз отбасымызда 3-4 жылдан астам уақыт қоқысты сұрыптап төгудеміз. Сол тәжірибенің бірімен бөлісейік. Алдымен бірінші қадам біз пластик бөтелкелерді жинаймыз. Қажет болса тазалап, қабылдайтын кәсіп иесіне апарып өткіземіз. Өлшейді, әрине, ақшасын береді. Қоқыс шикізат ақшаға айналады. Енді мына видеодан көріп тұрсаңыздар, бүгінгі күні мен жарты келі пластик бөтелкелерді өткізіп 61 теңге таптым. Аз ба, көп па деген сұрақ туындайды. Бірақ аз десеңіздер, мен осы бөтелкелерді қоқысқа лақтырсам, бір тиын да таппас едім ғой. Ең маңыздысы бұл пластик енді қоқыс полигонына емес, қайта өңдеуге кетеді. Бір сәт ойланып көріңізші, сусынды бірнеше минутта ішіп бітіреміз, ал оның пластик бөтелкесі табиғатта жүздеген жыл бойы сақтаулы тұрады. Ендеше оны қоқысқа тастаған дұрыс па, әлде қайта өңдеуге өткізіп ақшаға айналған дұрыс па? Мен 61 теңге таптым, бірақ ең үлкен табысым 550 граммдық пластик қоқысқа кетпеді. Ақшаңды да, пластикті да қоқысқа лақтырма. Қоқыстың бәрі қоқыс емес, сұрыптай білсең шикізат, өткізетін жерін тапсаң ақша, қайта өңдесең табиғатқа пайда. Ақшаңды қоқысқа лақтырма. Сіздің тұратын тұрғылықты жеріңізде қоқыстар қалай жиналады? Ал сіз үйіңізде қоқысты сұрыптайсыз ба? Қалай сұрыптайсыз? Пікірге жаза кетіңіз. Таза Қазақстанда бірге жарқын өмір сүрейік. Сау болыңыздар.